Саламатсыздар ма балалар? Мен Тахир Бағлан Тахирұлы, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабақ 4-ші сынып. Сабақтың тақырыбы қауіпсіздік ережесі, допты игеру дағдыларын дамыту. Мақсаты денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдау және қолдану. Дене шынықтыру пәніне қызығушылығын арттыру. Денені қыздыруға арналған арнайы дене жаттығуларды орындау. Жаттығуларды кем дегенде 3-4 рет орындауымыз керек әр жаттығуда. Футбол ойындағы допты алып жүру әдіс тәсілдері. Допты алып жүргенде ішкі жағымен, сыртқы жағымен, жанымен алып жүруге болады. Қақпаға допты теу әдістері. Қақпаға допты тепкенде ішкі жағымен, аяқтың ұшымен қақпаға тебуге болады. Сабақты қорытындылай келе, рефлексия. Нені білдім, нені үйрендім. Үйге тапсырма. Футбол ойыншысының шығу тарихы, қазіргі замандағы алатын орны. Сіздерден келесі сабақта осыны сұраймын. Сау болыңыздар.